Бұл балаларды ата-аналары туғаннан кейін бірден қатыгез жаттығулар үшін әскери лагерлерге сатқан. Бағынбағандарға нөмірлер беріліп, ерекше күтім жасалатын. 5 жасында әрбір бала аңшы иттер мен жабайы қабандардың бір-бірімен шайқасып жатқанын көруге міндетті болды. Бұл қатыгез көріністі көру шыдауға болмайтын еді. Соған қарамастан, нұсқаушылар ешкімнің көзін басқа жаққа бұруға рұқсат бермейтін. 12 жасында олар күн сайын 100 шақырымдық қашықтыққа жүгіру сынағынан өтуі керек еді. Соңғы келген адамды нұсқаушылар сол жерде өлтіретін. 16 жасында олар симуляциялық шайқас алаңдарында ату жаттығуларын жүргізетін. Жаулар немесе кепілге алынғандар болсын, олардың барлығын атып тастайтын. 18 жылдық қатыгез жаттығулар аяқталғаннан кейін сарбаздардың беттеріне атыс шабыстар мен қан топтары ойылып жазылатын. Осылайша кейінірек шайқас алаңында жараланғандарға қан құюға болатын еді. Осылайша барлығы адамгершілікке жатпайтын соғыс машинасына үйретілетін. Олардың ешқандай бет әлпеті болмайтын, ешқашан сөйлемейтін және тек соғыспен өлтіру туралы ойлайтын. Джимми осы сарбаздар тобының ішіндегі ең үздігі болды. Ол сансыз соғыстарды бастан кешірген және ешқашан шайқаста жеңілмеген. Оның шайқас алаңындағы статистикасы ең жоғары деңгейде болды. Бірақ олар соншалықты күшті болса да, олардың орнына келетін күн келді. Бұл күні полковник жаңа әскерлерді әкелді. Олар генетикалық түрлендірілген супер сарбаздар еді. Сыртқы келбетіне қарағанда олар Джимми мен оның тобынан әлдеқайда күшті көрінді. Бірақ капитан өзінің жаттықтырылған сарбаздарының осылай оңай ауыстырылуына жол бермеді. Оны сендіру үшін полковник кездейсоқ түрде мергендік көрсету үшін жаңа әскерді таңдады. Толық магазиннен атқаннан кейін дәлдік деңгейі таңқаларлық 99%-ға жетті. Бірақ капитан әлі де сенбеді. Ол өзінің шебер жауынгері Джиммиді жаңа әскермен төзімділікте бәсекелесуге жібергісі келді. Дегенмен бұл ең қорқынышты бөлігі болды. Джиммидің төзімділігі жоғары деңгейде болды. Соған қарамастан, полковник жаңа әскерді 20 минутқа кешіктіріп бастады. Ақырында ол Джиммиден оңай асып түсіп қана қоймай, сонымен қатар мәре сызығында Джиммиді 10 минут күтті. Осы 50 шақырымды жүгіргеннен кейін Джимми тынысы тарылып қалды. Бұл жаңа әскер мүлдем жүгірмегендей болды. Тынысы әдеттен тыс тұрақты болды. Келесіде күш жарысы болды. Екеуі де осы 10 метрлік шынжырға ең қысқа мерзімде шығуы керек еді. Тағы да Джимми бірінші болып бастады, ал жаңа әскер артта қалды. Алдыңғы ұзақ жүгіру Джиммидің күшінің көп бөлігін жеп қойған еді. Бүкіл өрмелеу процесі өте қиын болып көрінді. Жаңа әскер әлі де күш-қуатқа толы болды және мәреге 5 секундтан аз уақытта жетті. Капитан әлі де бұл жаңа әскерлерге менсінбей қарады. Ол ұрыс тәжірибесі ең маңызды деп санады. Сондықтан екі әскердің шынжырда шайқас өткізуін ұсынды. Полковник бұл әділетсіз екенін және тағы 2 ардагер мен Джиммиді жіберу керектігін айтты. 3 ардагер бір жаңа әскерге қарсы. Бірақ күш айырмашылығы әлі де үлкен болды. Көп ұзамай 2 ардагер құлап қайтыс болды. Джимми жаңа әскерлердің артына секіру мүмкіндігін пайдаланып бір көзін соқыр етті. Бірақ соңында ол да құлады. Ардагерлер толығымен жеңіліске ұшырады. Капитан ақыры ардагерлердің жойылып жатқанын мойындады. Джимми мен қалған 2 адамның денелері ғарыш кемесімен тасталған ғаламшарға тасымалданып, қоқыс сияқты лақтырылды. Бірақ күтпеген жерден Джимми керемет түрде аман қалды.